Ассаламу алейкум бауырлар. Бүгінгі видеода Hyundai Elantra 2018 жылғы автокөлікке диагностика жасауды көрсетеміз. Әлкім керек бұлар. Неке жалғадық. Қосып аламыз. Қосу батырмасымен. Ендігі мәселе көлікті оталдырамыз. Жай кілті ашып қойуға да болады, немесе оталдыруға болады. Мен өзім оталдырған ыңғайлы. Ендігі мәселе бауырлар, ұялы телефоннан диагностикалық бағдарламаны ашамыз. Неке кар сканер, өзіме осы бағдарлама ұнайды. Басты мәзір кіреміз де профиль автоға кіреміз. Осы жерден Hyundai маркасын таңдаймыз. Мінеке Hyundai. Оның ішінде бізге керегі Elantra 2 литрлі қозғалтқыш. Төмен қарай түсе береміз. Мінеке Elantrалар шықты. Осының ішінде міне Elantra 2.0 MPI таңдаймыз. Қарай келесім басты мәзірге өтемізде қосылу батырмасын басамыз. Жалпы бұл бағдарламамен жұмыс жасау жөнінде алдыңғы видеоларымызда бар, қарасаңыздар болады. Неке қосылдық. Бұл бастапқы экранда өзімізге керекті мәзірді таңдаймыз. Маған керегі ошибка DTS, яғни көліктің ақауларын тексеру. Осы мәзірге кіреміз. Мінеке шықты. Осы жерде барлығын белгілеп алған дұрыс болады. Қалағанымызды белгілеп аламыз. Мен өзім барлығын бір белгілеймін. Астында прочитать батырмасы тұрады. Сол батырманы басамыз. Яғни оқу батырмасы. Неке барлық мәзір бойынша, барлық қондырғылар бойынша тексеру жүргізіп жатыр. 2-ден 53-ке дейін толады. Кейін міне менде ешқандай ақау жоқтығы туралы ақпарат шықты. Егер ақау болса, осы жерге шығып тұрады. Басты мәзірге қайтадан өтеміз. Ендігі мәселе бауырлар, барлық қондырғылар, все датчики деген мәзірге кіреміз. Бұл жерде мінеке автокөліктің бойындағы барлық қондырғылардың жай-күйі көрсетіліп тұр. Байқап отырған боларсыздар өздеріңіз. Осы жерден қарап, жасайтынын, қанша көрсететіндігін, зауыттық күйде қанша болу керектігімен салыстырып, ақауларды анықтап алуға болады. Тексеріп болған соң басты мәзірге қайтадан өттім. Төменгі жағында кодирование и сервис деген бөлім бар. Осы бөлімге кіреміз. Я принимаю условия деп, яғни мен келісемін деп таңдайсыз. Содан кейін осындай терезе ашылады. Бірінші мәселе сыртқы жарықтар. Ішіне кірсек, барлығы ағылшын тілінде жазылған екен. Интернеттен аударма жасап түсініп алуыңызға болады. Екінші мәселе міне есіктің ашылу жабылуы. Бұл жерде де ағылшын жазылған. Барлығын интернет арқылы анықтап алуыңызға болады. Яғни керекті жылдамдық жинаған кезде есіктің автоматты түрде құлттануы, қосып айыру, сол сияқты дүниелер бар. Бұдан кейін двигатель трансмиссия привод дейді. Бұл бөлімге соңынан қайтып келеміз. Звук оповещениені көрсетейін. Бұның ішінде де ремен таппай қалған жағдайда шығатын дабыл, ескерту дабылын айырып қосуға болады. Сол сияқты дүниелер ағылшын тілін жазылған, аударып алсаңыздар болады. Кейін сервис и обслуживание дейді. Ішіне кіреміз, міне сброс, уведомление о сервисе. Кейбір көліктерде щитокқа шығып тұрады ғой, яғни обслуживание, яғни техникалық қызмет көрсету керектігі жөнінде. Бұл көлікке қажетті қашықтықты жүргеннен кейін техникалық қызмет көрсету керектігін қойып алуымызға болады өзіміз. Мысалы, 4000 шақырымда ескерту шығады, техникалық қызмет көрсету, немесе майын ауыстыр деген секілді дүниелер. Осы жерден өзіміз қойып алуымызға болады. Болмаса, барлығын қайттан қалпына зауыттық күйге келтіруге болады. Мысалы, сізде көлікте техникалық қызмет көрсету жөнінде ескерту шығып тұруы мүмкін, соны өшіруге болады осы жерден. Сброс уведомления о сервисе деген бөлім арқылы. Келесі бөлімізде бізде система контроля за давлением шинах дейді. Яғни аяқтағы, яғни көліктің дөңгелегі, бір жерде аяғы дейміз, бір жерде дөңгелегі дейміз. Осының атмосфералық қысымын осы жерден келтіруге болады. Осы жерден өзгертуге болады, осы жерден қоюға дейін ағылшын тілінде жазылған. Аударып алсаңыздар болады. Бұдан кейінгі бөлім бізде тормозной система, яғни тежелу жүйесі.
Бұл жерде көліктің тежелу жүйесінің барлық баптаулары бар. Көріп қарасаңыздар болады. Кейін қарай шығамыз. Ендігі мәселе ең қызықты жерде осы. Двигатель, трансмиссия, привод. Үшінші тұрған бөлім. Осы бөлімге кіреміз. Көп адамды осы бөлім қызықтырады. Үстінен бастық. Бұл жерде сброс адаптации АКПП, яғни беріліс қорабының адаптациясын қайта қалыпқа келтіру. 6 сатылық беріліс қорабына, 4 сатылық беріліс қорабына, басқару блогын қайта қалпына келтіруге болады. Міне воздух удаление из топливной системы, яғни жанармай жүйесіндегі артық ауаны кетіруі, дросселіне заслонкіге қайта қалыпқа келтіруі, сол сияқты тағы да өте жақсы дүниелер осы жерде бар. Алып қолдансаңыздар болады. Кейін қарай бастапқы экранға шығамыз. Бұл жерде панель приборов дейтін бөлім бар. Осы бөлімді бір көрсете кетейін. Ішіне кірсек, бізде спидометрді осылай көрсетеді. Салқындату жүйесінің температурасын және жылдамдықты көрсетеді. Осылай бауырлар, бәлкім керек болар, біріне көмегіміз тиер деген ойда түсіріп жатырмыз. Үйренгеннің зияны жоқ. Барлық қазақ білімді болу керек. Арнамызды қолдап жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда жолыққанша аман саулықта болайық бауырлар.